Google'дағы историяны қазір удалить етеміз. Ол үшін Chrome'ға кіреміз. Google аккаунт деп жазамыз. Тура Google аккаунт деп и біріншісіне кіреміз. Біріншісіне кіргеннен кейін данные конфиденциальность дегенге басамыз. И осы жерде мои действия деген бар. Астында тұратын. Осыған басамыз. Астына түсеміз міне. Осы жерде соңғы біздің жасалған поисктар тұр. Осыны и удалить етеміз. Удалить дегенді басып, за все время и удалить етеміз. Окей. Бұнымен біткен жоқ. Мына жерде история приложения веб-поиска қосылып тұр ғой, включено деп. Осыны басамыз и осыны отключить етеміз. Полностью. Окей. Отключить. И бізде енді іздеген поисктарыңыз шықпайды. Сосын бұнымен тоже біткен жоқ. Мына жерде 3 кнопкаға басамыз. Міне, катартырға осыны басамыз. История деген тұр. Міне, историяға басамыз. И удалить данные. Міне. Удалить данные барлықтарын осылай басып отырамыз. Яғни біздің Google'дағы полный историямыз удалить етілді.